Сәлем достар, сіздермен бірге Сакон кезет. Бүгін біз осындай ең алғашқы видеомызда осындай микрофон. Негізінде осы микрофон не үшін алды деп ойлайсыздар ма? Видеоға түсіру үшін, естілу үшін, звугын естілу үшін анандай былай түсірсе, а то не звук естілмей қалады. Негізінде Алматыдан алған 5000 теңгеге. Сырты қапталмаған екен. Влог түсірсе болатынын бәрі қытайша, енді түсінбейміз. 20 метр. Ой. Мен саған ашын қараңдар. Значит, ішінде зарядканы не істейтін ғой. Зарядка қоятын зат бар ғой, шашке тағасын да, сосын микрофонмен қосылады. Қостым, жаны өшіп отыр. Мынаны қосу керек шығар. Қосып шығарам. Енді светі жандық, жасыл болып, енді есіліп тұрған жар 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді бұл жерде нашет музей болса қалай болады? Қойдым, есіліп тұр. Ойбайын, қалай оқыттым. Дұрыс болды. Есілсе болды ғой сіздерге. Машамыз. Ішінде қағаз алып қысылмасам болмай ма? Әрең алдық қой. Спотлай. Походу зарядкасы нашта сөйлеп тұр. Айфонның несі қабығы жабылатын. Ол бізге керек емес, біз айфон емес. Android. Зарядка. Басына өзіне. Не қылса болады, тақса болады. Type-C. Алло, естіліп тұр ма? 1, 1, 2. Салып қоя салайық, болар керек емес бізге. Осындай Алматыда сатылады. Негізі бұнымен влог түсірсе болады. Және де видео бірдеңе түсіре берсе болады. Естілмей қалса микрофонмен. Естіліп тұр ма? Алло, 1, 2. Естіліп тұр. Осындай зат алсаңыздар да болады. Осы 5000 теңге тұрады. Алматының базарында бір шеттеріне іздесеңіздер. Арнаға жазылып лайк басып кетіңіздер. Ал сіздермен бірге Сакон кезет. Барлықтарыңа сау болыңыздар.